Әкелер бізде қонақта. Өңірдегі білім ордаларында дәл осындай атаумен шара ұйымдастырылды. Оның аясында оқушылардың бір қатар ата-аналары мектепке шақыртылып, өнеге шеберлік сағаттарын өткізеді. Осындай игі кездесулердің легі бүгін нөмірі 45-ші мектеп гимназиясында жалғасқанды. Толығырақ әріптесім әңгімелейді. Мектеп пен отбасы арасындағы байланыс саналы ұрпақты тәрбиелеуде үлкен рөл атқарады. Бұл бағыттағы жұмыстар жыл басынан бері жалғасып келеді. Айталық, номер 45-ші мектеп гимназиясында өткен кездесу 30-ға жуық әке балаларының сыныптастарымен мектеп қызметкерлерімен танысты. Бүгінгі іс-шараның өзі де аты айтып тұрғандай, отбасының мектеппен араласып балаға жақындығы дейді. Былай қарап отырсаңыздар, өте әдемі көтерілген тақырып. Сол тақырыптың төңірегінде біз бүгін мектепке келіп, қатысып, соған қазір өзіміздің қолымыздан келген білетінімізді балаларға үйретіп жатырмыз. Айта кетейік, келген қонақтардың тізімінде спортшы Ақжүрек Таңатаров та бар. Ол балалармен өз өмір жолы жайлы бөлісіп, баласымен қарым-қатынас тақырыбында ашық сұхбат құрды. Ал басқа әкелердің бірі қамшы жайлы баяндаса, енді бірі домбырадан шеберлік сағатын өткізді. Әкешім өз білгенімен бөлісуде. Қамшы, ер тоқым туралы айтып жатыр. Қамшының түрлері бәйге қамшы, дойыл қамшы, аңшы қамшы деген түрлері бар. Тек ашық сұхбат тәрбиелік сағаттар ғана емес, спорттық шығармашылық байқауларда өтті. Мектеп басшылығы бұл жолғы шараның берері мол дейді. Өйткені бала тәрбиесіне келіп, кездесулер, тәрбие сағаттарына қатысып, әртүрлі шараларға қатысып, өнерлі ата-анадан өнерлі бала деген тақырыпта да іс-шарада көптеген әкелер келіп, өздерінің іскерліктерін, өнерлерін көрсетіп, балаларымызға жақсы тәрбие беруде атсалысуда, белсенділік танытуда, белсенділігі жақсы әкелеріміздің. Айта кетейік, облыстық білім басқармасының мұрындық болуымен бастау алған шара 30 қыркүйекке дейін жалғаспақ. Өңірдегі білім жоспары бойынша алдағы уақытта әкелер клубын құруда көзделген. Нұрлан Әбдікәрім, Леспек Әбдіжаппар, Жеті Ньюс.